Play Market немесе App Store'дан біз Kraken Pro дегенді көшіріп аламыз. Және де бірінші Kraken Pro'ға кіреміз. Сөйтіп Kraken Pro'ға кіріп, оған тіркелеміз. Мына жасыл кнопканы басыңыз. Осы жерге email жазыңыз өзіңіздің поштаңызды. Арға. Мына жерге никнейм жазасыз ба, өзіңіздің атыңыз сол күйі қалады. Любой никнейм жазсам болады ғой да? Иә, любой өзіңізге бір ыңғайлы никнейм жазасыз ба. Мерчант деп қоясыз ба? Давай. Нормально ма? Ну, нормально, но бірақ өз атыңызды жазбадыңыз деген. Ладно, кетерсің. Өзім атын жазсам, ана лучше басқа ат болған дұрыс та. Все хорошо. Жібере салыңыз аға. Бар дейді ғой да. Онда былай істейік қазір. И 12 саннан тұратын пароль жазу керек осы жерге. Өзіңіз жазып алыңыз. Осы жерде 12 саннан тұратын пароль жазасыздар. Бірінші үлкен әріппен басталу керек, қалғандар әріп және де сандар болу керек. Және де точка бір эмблема болса, өте жақсы болып кетеді. Так, мына жерде, қалай еді? Мына үстіңгісі ғой деймін. Так, не деп тұр мына жерде? Так. Так, we use notification to send you. Разрешение беру ғой, дұрыс па? Үстіндегісін басыңыз, разрешение ғой. Разрешение беру. Все, разрешение. Баса беріңіз. Қазақстан. Так, мына жерге сізге поштаңызға код келеді, сол кодты қою керек. Кракеннен келді ма? Вот, тұр ғой. Скопирует. Ставить. Ок. Дальше. Так, сіз қазір удостоверение осы жерде қоясыз, походу. Номер. Что номер? Так. Фамилияңыз и атыңыз болу керек. Мына жер атыңыз дейді. Бірінші ат қой. Осы жерге сіздер туған күндеріңізді, айларыңызды және туған жылдарыңызды жазасыздар. Адрес, да? Адрес, иә. Осы жерге өздеріңіздің адрестеріңізді латынша әріппен жазасыздар, және де сити қала жазасыздар. Одан кейінгісіне пошталы индекс жазасыздар. Астана қаласынікі 0140, ал егер өзіңіздің қалаңыздікін білмей жатсаңыз, онда мысалға Қызылорда пошталы индекс деп жазсаңыз, интернетке, Googleға сразу шығарып береді. Сондықтан да пошталы индексті солай жазып қойып алыңыздар. Астында Қазақстан тұрады, одан кейін кнопканы басып кете бересіздер. Все, Қазақстан, все. Так, финанс дегенді басыңыз. Осы жерде, так, не ғой, сіз ID-мен ғой, ә? Иә, удостоверение личности, ID деп тұрғаны. Жібересіз. Осы жерде өздеріңіздің удостоверениелеріңіздің алды, артын түсіресіздер. Бірінші алдын жақсылап, негізі жанымен түсіріңіздер. Удостоверениені, одан кейін тағы да артын түсіріңіздер. Сөйтіп жіберіңіздер. Все. Тағы бір басыңыз. Так, енді өзіңіз түсесіз.
И все, в принципе. Енді қараңыз. Так. Все, болды, в принципе, тіркелдіңіз. Аккаунт деген тыңызшы жаңа. Профиль. Сіз все өттіңіз, в принципе. Так, ожидание тұрған болу керек қазір. Енді тура осы логин пароль бар ғой? Шығасаңыз болды, өттіңіз сіз. Тура осы логин пароль бар ғой? Жаңа кіргеніңіз, который. Кракеннің өзіне тура соны тіркеңіз, кіре бересіз. Кракеннің өзіне кіріңіз енді. Осы жерде Kraken Pro'ға тіркелген поштаңызды жазасыз бірінші, одан кейін астына сол парольді жазасыз, және де кіріп кете саласыз. Болды, бұған қайталап тіркелудің қажет жоқ. Екеуі бір компания болып саналады. Так, кірдіңіз ғой, все.